сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Сендермен бәрі Easy Coding. Біз бүгін Pythonның бірінші сабағы айнымалыларды талқылайтын боламыз. Жалпы айнымалы дегеніміз не? Айнымалылар дегеніміз аты, типі және мәні бар өрнектер. Бұл Pythonдағы айнымалы ол математикадағы айнымалыға ұқсайды. Мәселен, мына өрнекті алсақ, 5 көбейтілген x қосылған 2 жақшаның ішінде қосылған x. Яғни айнымалы дегенім бізде x айнымалысы 2 кетен. Pythonда да дәл осылай қандай да бір санды, цифрді, сөзді осылай айнымалы жасап, оны 2-ге, 3-ге немесе қандай да бір сөзге теңестіруге болады. Мәселен, енді мына жердегі x-ның орнына 2-ні қойып есептейсек, бізде жауабы 20 шығады. Яғни Pythonда дәл осылай жұмыс істейді. X-ның орнына сіздің берген айнымалыңыздың мәнін қойып есептеп береді. Жалпы айнымалыны қалай жасайды? Айнымалыны жаңағы a немесе қандай да бір сөзді немесе әріпті солай береді. Тен 5 деп өзіңіздің қалаған бір саныңызға теңестіресіз. Солай print арқылы a-ны басып шығар деген кезде ол 5 санын басып шығаратын болады. Және де Pythonда тағы бір ерекшелік, біз бір рет қолданған айнымалыны екінші рет басқаша етіп қолдана аламыз. Оны қолданған кезде бізде бірінші айнымалының мәнін, яғни 5-ті Python ұмытады және де 7-ні басып шығаратын болады. Бізде Python жолдан бастап оқитын болады, яғни бірінші жолды оқиды, ол a-ның мәні 5-ке тең деп ойлайды, содан бізге 5-ті басып шығарады. Ал содан соң біз a-ның мәнін 7-ге ауыстырамыз. 7-ге ауыстырған кезде ол біз қайтадан a-ны басып шығар деген кезде ол 7-ні басып шығаратын болады. Жалпы айнымалыға кез келген нәрсені беруге болмайды. Оның беретін өзінің ережелері бар. Мысалға, үлкен а және де кішкентай а, яғни кез келген әріптің үлкен және кішкентай айы екі түрлі айнымалы болып есептелінеді. Және де қандай да бір сөз берген кезде оның ішіне сан жазуға болады, ал бірақ айнымалыны саннан бастауға болмайды. Содан кейін айнымалыға қандай да бір қосу, азайту амалдарын қолдануға болмайды, және де мынандай жақшаны қолдануға болмайды. Және де айнымалыны жазатын кезде төменгі сызықты пайдалануға болады. Сонымен қатар айнымалыны атауын берген кезде Pythonда қолданылатын операторларды немесе сондай бір сөздерді қолдануға болмайды. Яғни for, if, else, in, len, elif, while, as, try деген сияқты сөздерді және де тағы басқа сөздерді қолдануға болмайды. Себебі бұл сөздер Pythonда қандай да бір мағынаны білдіреді, яғни айнымалы бола алмайды бұл сөздер. Жалпы айнымалыны жазған кезде сөз тәркесін жазған дұрыс. Сөз тәркесін жазған кезде ол бізге түсінікті болады. Жаңағы сіздің айнымалыңыз не туралы айтып тұрған. Мысалы, my name деген кезде мен есім Майдана, яғни my name'ді my name айнымалысын Айданаға теңестірген кезде мен оны екі түрлі жаза аламын, түсінікті етіп. My және де келесі есімнің атын үлкен әріппен жаза аламын. Үлкен әріппен жазған кезде бұл оқуға ыңғайлы болады, және де менің кодымды басқа адамдар көрсе тез түсінетін болады. Және де төменгі сызықпен екі сөздің арасын бөліп жазуға болады. Pythonда код жазған кезде айнымалыны екі түрлі тәсілмен бере аламыз. Ең алдымен программаның өзінде a тең 5, яғни print a-ны басып шығар деген кезде ол 5-ті басып шығарады. Және де input арқылы, яғни a тең input, біз сан енгіз деп жазамыз 5, яғни біз клавиатурадан қандай санды немесе сөзді енгізсек, a-ның мәні соған теңестіріледі, және де біз a-ны басып шығар деген кезде сол мәнді басып шығаратын болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта бұдан да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге мен Easy Coding.